Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кафедегідей өте дәмді лагман үйде дайындайтын боламыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға етімізді салып, түсі өзгергенше қуырамыз. Содан соң пиязымызды үстіне салып, пиязымыз алтын түске енгенше қуыратын боламыз. Осы екеуі қуырылып жатқан кезде үстіне 1 қасық соевый соус және 1 қасық томат, яғни қызанақ пастасын салып, тағы да қуырамыз. Содан соң сәбізіміз бен редькамызды салып, 5-10 минут қуырамыз. Капустамызды салып, тағы да 5-10 минут қуырамыз. Содан соң түрлі түсті болгар бұрышын салып, оны да 5-10 минут қуырып, үстіне суымызды құйып, дәміне қарай тұз, жандук, чеснок және селдерейді салып, жарты сағат 1 сағат қайнатамыз. Содан соң тамағымызды ұсына берсек болады. Лагманымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым.